Шайтан ұнатқан жеңге. Темірлан мен Мира отандасып үйлі болғандарына міне 8 жылдан асты. 8 жылда бір шәй десіп көрмеген керемет жұп болатын. Мира үйінің тұңғыш келіні. Соңларынан ілескен 2 қайны, жалғыз түйір қайын сіңлісі бар. Темірлан өзі вахтовый жұмыста жасайды. Бір ай жұмыста, бір ай үйде. Үйде демалған уақытында да тыныш жатпайды. Такси болады қала мен ауыл ортасына. Темірланның әкесі Қасымхан ата мен анасы Дәмеш апа зейнет жасындағы адамдар. Мираның 8 жылда туып берген 3 немерелеріне қарап күндері өтіп жатыр. Мира болса медбикелік қызметті атқарады. Түнгі ауысымға да тұратын кездері болады. Ондайда ата-енесі осы 2 қыз бен бір ұлына қарасып, ас ауқатын беріп бағып отырған жайы бар. Мираның жалғыз қайын сіңлісі Аягөз қалада оқуын аяқтап, сол өзі оқыған мекемеде, яғни универде сабақ беріп жүрген. Тұрмысқа шығар уағы таяса да мені алып қашпайды, үйімнен ұзатыламын дейтін адамның дегені болмас. Міне, бүгін таң атпай үйге хабаршылар келіп тұр. Қайта Мира жұмысына енді кеткелі жатырған. Ата-енесіне таңғы шайларын демдемек болып, шәйнекті төгуге сыртқа шығып бара жатқаны сол, есікті аша қалса, алдынан бейтаныс кісілер шығып тұр. Сасқанынан не сәлем саларын, не салмасын білмей тұрып қалды. Десе де, ізеттілігін білдіріп, сәлем салып амандасты. Ішке кіріңіздер деп есікті нұсқады. Өзі кісілердің соңынан жүріп ішке кірді. Сөйтсе бұл кісілер Аягөздің хабарын айтуға келген хабаршылар екен. Отырған қыз оңалмас, бағын тауып бақытты болса қуанамыз. Десе де, алдымыздан өтіп сырға салып алсаңыздар да болар еді, деп Мирада назарын айтты. Қызымыз көніп отыр ма? Егер қарсы болса алып кетеміз, дегені дей сол еді. Енесі Дәмеш апа: тәйт ары, алып қайтқаны несі? Босаға аттаған соң қалсын, деді. Ескінің көрегені адам емес пе? Олар үшін қыздың қайтып келуі ұят. Мира тағы бірдеңе дейін деген еді. Хабаршы құдалар бүктелген аппақ қағаз шығарды. Аягөздің өз еркіммен алып қалып отырмын деген қолхат екен. Сонымен не керек? Қуғыншылар да жиналып жолға шықты. Аягөз қайын сіңлісінің соңынан қуып, туған жеңгесі Мира бастаған және Мираның екінші қайын інісі Темір де бара жатыр. Онан соң нағашылары жағынан бір апайлары қоса шықты. Шофер жігітпен қоса 4 адам болып жолға шыққан. Қыз бен қойдың жүрмейтін жері жоқ демекші. Аягөздің барған жері қаладан әрі 5-6 сағаттық жерде екен. Бұлар өзі ауылдан қалаға дейін 2 сағаттық жол жүреді. Сонымен не керек? Барғанша оны-мұны айтып көңілді барады. Қыздың өз еркіммен келдім деген хатынан соң бұлар бәлкім. Арада біраз уақыт өтіп, межелі жерге жетті. Ұзақ жол шаршатып, еңселерін басса да, қызымыздың абыройы деп тіктеліп жүрді. Есікті теуіп кіріп, қыз қайда демеді. Ұятқа балап, оның үстіне ең алдымен қызбен сөйлесейік, қаламаса алып кетеміз деп келісіп келген жол бойы олар. Шымылдық астында отырған бір уыс Аягөзді көріп жылап жіберді. Аягөз ең алдымен жеңгесі Мираны қыса құшақтап жылап алды. Ағасы, онан соң әлгі апайы бар. Бәрімен қауышып болған соң жөн сұрасып бауырларымен әңгімелесті. Ағасы Темір, қалауың болмаса ештеңеге қарамай айт, алып кетемін деген. Десе де соңғы сөзді Аягөз өзі айтты. Жігітті танитынын, өзімен бірге жұмыс жасайтын ұжымдасы екенін, зиянды әдеттері жоқ, жақсы жігіт екенін жеткізді. Жігітті жылатып обалына қалмайын, әрі танимын, көз көрген жан. Ешкімге зияны жоқ. Бәлкім менің тағдырым болар, деп басын иіп төмен қарады. Есік аузында жапа-тармағай жанталасып тұрған осы әулеттің аға жеңгелері. Ал құдалар, қыздарыңызды көріп, көңілдеріңіз жайланса, кәнекей төрге шығыңыздар, деп олап-шулап мейменен алып кетті төргі бөлмеге. Сонымен не керек?
қуғыншыларды жөн-жара салтымен жақсылап күтіп жатыр. Құданы қандай сыйлаған халық емеспіз ба? Бұл қазақта ертеден сонау бір әдет бар. Той қызықшылықта ақтан алып сіміріп қоятын. Онсыз құда қонақ күту оқта-текте болады. Мира да күйеуінің рұқсатымен достар отырысында анда-санда ағакеңмен дос болатын. Онда да артық сілтеп алмайтын. Ал мұнда бәрі басқаша болды. Қуып келген қайнысы Темір: «Жеңге, мен ішпей-ақ қояйын. Ағасы тойып алыпты деп ят болар. Ішпеймін, көңілім қаламай тұр» дегенді. Онысын Мира құптады. Темірдің ішсе арқасы бар, көтеріліп кететін мінезді жігіт. Ішпегені тіптен жақсы деп қуанды. Ілесе келген нағашы апайы болса, емделіп, дем салдырып жүргенін айтты. Мүлдем аузына алмады. Амал жоқ, соншама құда-құдағидің күтісіне төтеп берген жалғыз ғана осы Мира болды. Ортаға ас келді. Соңынан екінші табақта келді. Енді түрі бөтен күтіліп жатыр. Шегіне жеткенін білген Мира қайнысына қайтамыз деді. Соның өзінде қазақтардың шығарып салуы тым ұзақ қой. Жол ашар деп көлік алдында тұрып тағы ішті. Сонымен Мира тынды. Әрине, бұл кезде қызбен қоштасып шыққан болатын. Темір жеңгесін көлікке отырғызып, өздері де мініп жолға шықты. Жол бойы Мира көліктегілердің миын қағып алды. Сендер үшін төтеп берем деп, мен күйдім деп арасында жылап та алды. Бірде өлең айтты, бірде ойнап күліп, әзіл айтып жақсы келеді. Қалаға жақындап жетіп қалған заматында Мира көлікті тоқтат деп айғайлады. Түннің бір уағы болған шақ. Айдалада жалғыз көлік тоқтады. Мира көліктің оң жағында отырған. Есікті ашып, аяғы аяқ басып түскені сол, өзі басқан жер қилау биіктеу жер екен. Сәл ары барып жүріп, теңселіп, тебіреніп барып, сол жерге әбден құсып жіберді. Маналы бері осы қинап келеді екен, жеңілдеп қалды. Тек көліктен жалғыз өзі түскеніне енді ғана қорыққандай ма, көліктен 5-6 адымға алыстап отырған екен. Құсып болып басын көтерген сол, қараңғы жерде дәл алдында бойы тым ұзын 2 метрден аспаса кем емес. Қолдары сүрленген, түрі сондай суық, көргеннен тілің байланып, аузың ашылып, жағың қырысып қалады екен. Мира да тура сондай күй кешті. Алдындағы беймәлім адамға ұқсамас мақұлықты көріп, қорыққаннан деп шыңғырып айғайлай салды. Көліктен Темір мен жүргізуші атып шығып жанына келді. Талып қалған екен. Бұлар мас болған соң аяғы шалынып құлап қалды ма деп ойласа керек. Жеңгесін Темір көтеріп көлікке отырғызды. Нағашы апайы болса терең ұйқыда жатыр. Тіпті мана көліктің тоқтағанын да сезбепті. Жеңгесінің бетіне су шашып, есін жинатқан соң, жақсысыз ба деп сұрады. Ұзақ жер жүрсе де, мастығы сәл тарқаса да, бойында әлі де арақтың күші тұр. Мана не болғанын шымыратып есіне ала алмады. Көзін ашып, «Я жақсымын» деді де қайта ұйықтап кетті. Соншама шақырым ұйықтамағаны жүрегі көтеріліп тұрған соң болған екен. Үйлеріне аман-есен таң асырып бірақ жетті. Бұл уақытта Мираның мастығы тарқап, тек қана ауырғаны қалды. Күйеуі Темірланды қарындасының қашып кеткенін естіп, қайтуына бір апта қалса да жұмысын тастап келген екен. Мираның өрт сөндіріп келгендей түрінің болмысын көрген ата-енесі, бүгінге келіндік қызметтен босатамыз, жатып тынығып ал деді. Десе дегендей Мираның жұмыс жасау түгілі басын көтеріп жүруге шамасы болмағанды. Басының қатты ауырғанын, естен танғанша ішкен арағынан көрді. Ойында артық ештеңе болмады. Бұл уақытта атасы бала-шаға қамын жасап, оларға қарап, баса ауырған келіндеріне дәмділеп тұрып сорпа жасап қойды енесі Дәмеш апа. Түс ауа ұйқысынан оянған Мира жалғыз бас емес, бүкіл денесін зіл басқан адамдай өзін көтеріп жүре алмай қалды. Сонда да жата бергенім жөн болмас деп, орнынан тұрып ата-енесіне жақсылап шай берді. Жолдасы Темірлан да ештеңе айтпады,
Жарының бұл қылығын түсіністікпен қарап, шай үстінде қыздың барған жері жақсы, бай-бақуатты тұратынын айтты. Құдалары да ашық жарқын, көрегенді кісілер екенін де жеткізді. Жалғыз қыздарының барған жері текті, өсіп-өнген отбасы екеніне қуанып, марқайып қалды ата-анасы. Не керек, кеш қарайып, кешкі астарын ішіп, бәрі де өзді-өзді бөлмелеріне жайғасты. Балалар да ұйқыға жайғасты. Темірлан мен Мира оны-мұны сөз етіп, біразға дейін күбірлеп жатты. Бастапқыда білінбеді-ау, қалай ұйқыға басты Мира, солай беймазда түстер көріп, шошып ояна берді. Түн ортасында ояна қалғаны сол, кеше түндегі құбыжық бейнені тағы да көрді. Көзін қайта-қайта уқалап, өңі не түсі екенін ажырата алмай бәйек болды. Айқайлайын десе, тілі күрмеліп, даусы да шықпай қалды. Кенет қатты қорыққанынан төсегіне сұлқ түсті. Осы бір пәлекет, осынау берекелі отбасының шырқын бұзып, сарсаңға салатынын Мира да сезбеген еді. Болашақты ешкім болжай алмас. Таң атқанда Мираның көңіл күйі көтеріңкі қалыпта оянды. Кеше болған оқиғаны жай ғана түсім деп ойласа керек. Өң мен түсірін ажыратылмаған соң. Күнделікті күйбең тіршіліктің соңынан ілесіп, бұл отбасының да күндері бір сарынды болып өте берді. Арада бір апта өткен кезде Мираның басынан мынадай оқиға өтті. Түнгі ауысым кезегінде Мираның ұйқысы қысып отырған болатын. Аядай ауылды жер болған соң, көбінде тыныш өтетін кезекшілігі бұл жолы солай еді. Бірақ Мираның аяқ астынан өзін жайсыз сезініп, беймаза күй кешуі зәре-құтын қашырды. Өзіне не болғанын түсіне алмай, қара терге малынған Мира осы жан мен тән қиналысынан өліп кетермін деп ойлады. Бәлкім ажалым таяды ма екен деген үрей де одан әрмен бойын билеп алды. Бірде жалғыз отырса, бірде тура арқа тұсынан біреудің қарап тұрғанын сезеді. Кәдімгі көз қиығымен қараса, қап-қара сұлба көргендей болды. Жүрегі тулап, денесіне сыймай, ытқып шығардай болған соң, кенеттен көзін тарс жұмып, басын үстел үстіне қойып жата қалды. Сәл ғана уақыт өткенде бәрі тынышталғандай көрініп еді. Бұл жолы сезбеді, анық байқады. Иық тұсына зілді қолдың қойылғанын, кәлимасын айтып, тыныштық табайын деп еді. Порша терге малынып, күнде айтып жүретін кәлимасы мен салауаты тіл ұшында тұрса да айта алмай абегерге түседі. Әлден уақытта тұла бойы қатты түршігіп барып, беймаза күйдің ауылына алыстады. Мұнысына Мира тағы да назар аудара қоймады. Ауруханаға таза жер емес қой, содан болар. Әлде жүйкем сыр берейін деді ма, деп ой үстінде отырғанда, жедел жеткен ауруға көмек көрсетумен айналысып, өзін ұмытып кетті. Алайда осы уақытта Мираның денесіне бір емес, бірнеше оттан жаратылған пәлекеттер үйір болған екен. Өкініштісі, әупірімдеп жүріп кезекшілігін өткізді. Бұл түн өзгеше ұзақтау болды. Үйіне келіп, бірер сағат көз шырымын алып, үй шаруасына кірісетінін білетін ата-енесі де сұрланып кеткен келіндерінің өңін көріп, шамасы тыныққаны дұрыс деп топшылады. Бұл уақытта да бір ұйқы асырған соң, Мираның күйгелең болған күйінен ештеңе қалмады. Тек жанында жүрген жолдасы Темірланды көрсе, жүйке шасы шымырлап сала беретінді шығарыпты. Күндер жаңылмастан өз тізбегін өткізе берді. Ұлы сөздің ұяты жоқ деген Темірланның алдындағы жұбайлық міндетін атқарудан да қашатынды шығарды Мира. Ер азаматтың көңілі орында болмаған соң, қалай ода күй болсын? Жақсы, тіршіліктен шаршап жүрген болар деп сыртқа серуендеуге, тіптен киноға барып қайтайық қалаға десе де, алар жауабы біреу, тек қана жоқ болды. Әшейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас жарының бұл қылығы Темірлан түсіне алмай әлек болды. Басқа күндері оңаша қыдырамыз десе де, қос қолдап келісетін жарының неге түкке қызықпай қалғанын ұғыналар емес. Түн ауа, әрлі-берлі аунап, ой түбінен шыға алмай қалған Темірлан қалың ұйқыда жатқан жарының арқасынан құшақтап,
мойнынан сүйе берген сол селк ете қалып, сондай бір күшпен Темірланның құшағынан суырылып шықты. Кәдімгі жарының түн ортасында бұлай тырысып қалғанына ызаланып, бетін бері қаратып сөйлеспек болған еді. Шыңғырып, тыныштық бер деп айқайды салып жіберді. Амалы жоқ, қарт ата-ана мен бала-шағаның тыныштығын бұзбайын деп теріс бұрылып жата қалды. Ол ма, үй ішіндегі келіншегінің жүріс-тұрысы да көзіне оғаш көрініп, одан әрмен сарсаңға салып қойды. Шынымды айтайыншы, уже Мираның бойындағы жағымсыз өзгерісті енді бәрі де байқады. Тіптен жұмыс жасайтын мекемесіндегі әріптестері де қорқайын деді. Өзінен өзі отырып, күліп, бірде ыңырсып, жылап, әйтеуір адам түсінбес оғаш мінездерді көрсете берді. Ал енді кейде тыныштала қалып, кәдімгі адамша баяғы қалпына түсе қалады. Сыныптай сырғып өткен сағат адамға бағынған ба? Арада зу етіп көзді ашып жұмғанша бір ай өте шықты. Темірланның да жұмысына баруы керек. Жарына көңілі толмастан амалы құрып, вахталық жұмысына жол жүріп кетті. Іштей келген соң міндетті түрде сөйлесемін деді. Тіптен ауылдағы жақсы араласатын таныс жігітке жеңгеңді қарап жүрсі, бір апта жүріс-тұрысын байқап, маған хабар беріп отыр деп тапсырма беріп, қолында құр алақан қалдырмай кеткен екен. Мираның сырттай аңдып жүрген бұл жігіт бір апта ішінде жеңгесінен оғаш қылық байқамады. Яғни жүріс салған әйел емес деп көңіліне күдік ұялаған Темірланның күдігін сейілтіп бар шынын айтты. Ер азамат емес пе? Жарының жанына жуымай жүргенінен көңіліме секем алып қалған. Бәлкім басқа біреуі бар болар деп. Алайда Мираның қылығы бұған қарама қайшы. Яғни бет алды телефонға телмірмей, сөйлеспей, артық сәнденусіз бәз-баяғы қалпында жүр. Бір аяғы үйде, бір аяғы жұмыста болғаны болмаса, мұндайда адам өзінің ішкі сезімін біреуге айта алмайды да екен. Ең ауыры осы. Бүгінде жұмыстан келіп, зіл басқан денесін сүйретіп жүріп, кешкі ас қамына кіріскен. Кейін барлығын жайғастырып болған соң ұйқыға жатпақ болды. Бала-шағасы біраздан бері ата-енесінің орталарына жататын. Бөлме есігін ішінен кілттеп алған Мира өзін басқарудан қалды. Жастыққа бас қойған сол ұйықтап қалған екен. Кенет өңі ұят түсі екенін өзіне беймәлім, бірақ өңінде нұрланып келген жолдасын көрді. Қолдарынан сипалап, қолын ұстап қысқаны мұның нақ есінде. Әуелі мойнынан иіскеп құшақтаған еді. Сондай бір хош иіс мұны иілтіп алып кетті. Ұйқылы ояу солайша жарымен бірге тән ләззатына бөленіп жатты. Ертеңіне таң атып, ұйқысынан оянғанда әлгі өзгеше әтір иісі Мираның да денесіне сіңіп қалған көрінеді. О, тобай, түсім болды-ау, әйтпесе Темірлан жұмыста еді ғой, деп кешегі болғанды есіне алып, ойланып жатып, таңғы ас қамына кіріспегенін біліп, дереу орнынан тұрып ас бөлмеге жүгірді. Содан не керек? Мираның өмірінде осы жағдай жиі қайталана берді. Бастапқыда не болғанын білмей жүрсе де, көп ойланғысы келмейтін. Жолдасы жақта, үй ішінде де, тіптен жұмыста да жап-жақсы жүретін Мира, жұмыстан қалай Темірлан оралса, солай адам түсінбес оғаш қылықтарын көрсете берді. Бір күні Темірлан ащы суға тойып алып, әйелін таяқ астына алды. Сенің біреуің бар ма? Мені көрсең жын көргенде құтыратындай. Сен не, мені басынайын дедің ба? Кім ол, айт қане, деп тепкілеп көгала қойдай етті. Әрине, Мира да қалыс қалып жатқан жоқ. Өзін барынша қорқап, жұдырық тигізбеу үшін соққыларды тосып-ақ жүрді. Бір уақытта Мираның көзі қызарып, есін білмейтін Темірланның өзіне атылды. Тіптен әйелінің қалайша қара күш иесіне айналып кеткенін түсінбей әлек. Мас күйде болса да, өзіне тиген жұдырықтан әйел емес, құдды 10 еркек жабылып сабап жатқандай көрінді. Жатын бөлмедегі шудан ата-апа оянып кетті. Сырттан қарап тұрып, олар жағаларын ұстады. Бір қолмен Темірланды көтеріп, әрлі-берлі соғып жатыр. Шыдай алмаған ана,
әй деп ауыз жиғанша болмады, келіндері мира атылып кеп ас бөлмеге жүгірді. Қолына пышақ алып жолдасы Темірланға беттеді. Дәмеш апа зар еңіреп жылап тоқтауын сұрап жүр, шыр-пыр болып. Балам, абайла деген ана дауысы мұның есеңгіреген есін жинатқандай. Қараса пышақ алып өзіне қарай ұмтылып келе жатқан әйелін көрді. Расында Темірлан қорқайын деді. Осы кездегі әйелінің түрін көріп барып, оған бір нәрсе болғанын ұққандай. Оңды-солды пышақты сермеп жүрген Мираның түрі түгілі даусы да өзгеріп кеткендей. Темірланның жан сауғалап далаға қарай қаша бергені сол. Асқан жылдамдықпен ізінен ілесіп ұмтыла шыққан Мира күйеуінің арқа тұсынан пышақты сұғып алды. Жерде қанға малынып Темірлан жатыр. Бәрі де көрген түстей тез бола қалды. Мира болса сұлқ түсіп жерге құлап есінен таңып қалды. Ата мен апа қорқып енді не істерлерін білмей әлек. Жедел жәрдем шақырып Темірланды алып кетті. Ізін суытпай тәртіп сақшылары да келіп түсінік жұмыстарын алып жатыр. Мира бұл кезде есін жиып, есі ауысқан адамша мең-зең болып отыр. Түсініктемеге сәйкес Мираның пышақ тыққаны дәлелденіп, тергеу бөліміне алып кетті. Ортада аңырап жылап қарт ата мен апа. Тірідей жетім атанып, әке-шешесін іздеп зар жылап життей бала-шаға қалып қойды. Бөлімшеге келгенше есі ауысқан адамдай көрінген Мираны жынданып кетті деп психбольницаға жөнелтті. Түнімен ойланған Қасым ата мен Дәмеш апа келіндерінің оғаш қылықтарын еске түсіріп, енді ғана бір байламға келді. Бәлкім оны молдаға оқытармыз деген. Ертеңіне көршілерге бала-шағаны аманаттап, әуелі ауруханаға ұлдарының хәлін білуге барды. Есін жинап, өз-өзіне келген екен. Ата-анасымен көріскеннен кейін кешегі болған жағдайды тағы да бір қайтарып айтып берді. Бұл менің әйелім емес деп жиі айтты. Ата мен апа ауруханадан шыққан соң келіндеріне барып, сол мекеменің басшысымен сөйлесіп, бар жауапкершілікті өз мойнымызға аламыз деп әзер-дегенде арада 3 күн уақыт өткенде келіндерін өздерімен ертіп кетеді. Заң өкілдері есінен адасқан деп үкім шығарып, оның үстіне жарақаттанған адамның жеңіл жарақат алып тез есін жиюымен істі тез жауып тастапты. Ауруханадан қолхат жазып, жақсы екенін айтып, ертерек Темірлан да үйіне шығып кетті. Бірақ жарымен ілеспей, ата-анасына ескертіп, олардың соңынан ілесіп молдаға келді. Молда Мираны қарап, сүрелеп оқып бастағаннан-ақ шыңғырып, талып қалып, өзін-өзін ұрып, түсініксіз қылығын көрсете берді. Сонан соң молда жанына 3 молданы шақырып, ата мен апаны шығарып жіберіп, Мираны қайта оқи бастады. Осы сәтте Темірлан да ішке кіріп, жарының жанынан табылды. Құран оқылған сайын қинала түскен жарының тәнін көріп, көзінен жас парлап ақты. Неге ертерек білмедім деп іші өртеніп күйінді. 3 молда 3 сағат ауысыммен дем салды. Сонан соң Мира ұйықтап қалды. Сыртқа шыққан Ернар есімді молда ата мен апаға жағымсыз жаңалық айтты. Әрине мұны Темірлан да естіп тұр. Келіндерінің ішін оттан жаратылған ұялап алғанын айтты. Яғни үлкен жын кіргенін және келіндеріне ғашық болғанын, сол себепті осындай жағдай орын алғанын айтты. Әлі 3 әріп Мираны ұнатқаны сонша Темірланды одан қатты қызғанған. Отбасында болып жатқан келеңсіз жайттарды естіп, Темірланның қос бауырлары ауылға келді. Молдалар бұл бір күнде біте салатын іс емес, ұзақ уақыт ем-шара жүргізу керектігін айтты. Алғашқы дем салған күні Мира бірден жақсара қоймады. Көзіне жолдасы Темірлан көрінсе болды, жыны қозып, шыңғырып, оған тарпа бас салып жүр. Абырой болып, екі қайнысы екі жақтан ұстап, молдаға қайта жетектеп алып келеді. Осындай арпалыспен бұл отбасының өмірі 1 айға жуық жалғасты. Мираның ішіне кірген жын өте үлкен жастағы, сондай-ақ оны қатты ұнатқан көрінеді. Қайта дәл уақытында келіпсіздер. Соның өзінде ол күйеуіне қастандық жасап үлгерді. Құдайдың өзі қарасып амал қалған екен, деді молда кісі.
шыны керек. Бұл уақытта ана мейірін көре алмай кішкентайлары да көңілсіз болып кетті. Жарына алаң қаққан Темірлан да вахталық жұмысының кезегі келгенде басшылықтан рұқсат сұрап бармайтын болды. Ата мен апа болса, қалайша бұндай жағдайға түстік, бір демде сергелдеңге салындық-ау деп күйінді. Тек бұл жағдайды Мираның төркініне естіртпеді. Оңайға соқпас оларға деп айтпады. Араға бір ай салғанда барып, Мирадағы жақсы жаңалықты барлығы естіп қуанды. Сондағы молда кісі Мираға екінші қайтара ішімдік ішпеуін, жалаңбас жүрмеуін өтінді. Ал қазір Мира тіптен жиын-тойларда да аузына ұрттап алмайтын болды. Қуаныш қызықтарда да баяғы шаш сәндеп жүруін де тоқтатты. Себебі жалаңбас жүрген әйелдің шаштарына шайтан жабысып алады екен. Адам болған соң түрлі жаман жер басып кетеміз. Бейуақытта кешқұрым апақ-сапақ сәтінде жалаңбас жүрген әйел кісілердің шашына шайтан қызығады екен. Мен де молда аузынан естігенде таң қалдым. Бірақ өз басымнан өткен соң сенбеске амалым болмады. Сондықтан өмірімде тәубе арнасында бұрған осы оқиғаны сізге айтуды жөн көрдім. Керек адам сабақ алар, ой түйер. Менің халімді естіген қайынсіңлім де үлкен сабақ алды. Жастарға елітіп орамалсыз жүрген ол қазір басынан орамалын тастамай әуретті жерлерін орап жүреді. Bir жағы осы аякөздің айтуымен де әңгіме жарыққа шықты. Әңгімені соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет. Қазақша каналының дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, көңілді лайк басуды ұмытпаңыз.